Армысыздар қазақ елі. Бүгін 10 желтоқсан. Мен бір Қазақстанда педофилияны насихаттап жатқан бір жағдайды айтайын деп отырмын сіздерге. Осыдан 2 жыл бұрын Демес қорының басшысы Тұрарбек Құсайынов Қазақстандағы Әбу Ханифа мазхабының ең ірі имамдарының бірі Мұхтасар Әл-Күдеридің кітабына байланысты экстремизм бар жазылған беттер бар деп президент аппаратына дін істер агенттігіне хат жолдаған. Ол кезде онда жауап келді, былай деп жауап жазды: енді бұл сол ғасырларда жазылған кітап, сол заманға байланысты, бұл жерлерін Қазақстанда оқытпайды деді. Енді бір қызымнан бір қызым сорақы дейді. Міне осы бір апта болды, білдік біз Қазақстанның медреселерінде, Нұр Мүбарак университетінде және біздің медреселерде мына кішкентай қыз балаларға ол жерден 6 оқитын, 5 оқитын, 7 оқитын қыздар оқиды ғой, соларға әйел адам Мұхтасар Әл-Күдеридің педофилияны насихаттаған пәтуаларын оқып жатыр. Бұл жерде қазір өздеріңіз тыңдайсыздар, мен осы қосып көрсетем, ортасында көресіздер. Бұл жерде мына етек кір кимеген, месячный кимеген қыз балаларға еркек адаммен үйленгеннен кейін қалай талақ болатынын айтып жатыр. Енді бұл деген сұмдық қой. Месячный келмеген қыздарға исламда талақ береді, бір ай тосады деп кәдімгідей ашық түрде педофилияны насихаттап отыр. Енді мен білуімше түсінгенім Мұхтасар Әл-Күдери педофил имам болған. Педофил имам болғаннан кейін месячный келмеген қыздарға төсек қатынасы болады және талақ беруге болады деп қазір тыңдайсыздар, солай деп айтып отырды. Бұндай педофил имамдардың Қазақстанда педофилия кітаптарын насихаттауға жалпы тыйым салу керек. Педофилияға заң шығарып жатыр деп ұрандаған депутаттарымыз ЛГБТ-ні көп ұрандады, бірақ педофилия жағынан келгенде бәсеңсіп қап тұр. Бәсеңсіп, ондай әңгіме айтқысы келмей, педофилияны жылы жауып қойғысы кеп көп айтпайды да. Бұл жерде сабақ беріп отырған мұғалімді де, мұғалім деген аттан садаға кетсін, педофил мұғалім деп, оны да педофилияны насихаттаған мұғалім ретінде жазаға тартып, оқушылардан аулақтау керек, мектеп оқушыларынан. Жалпы Қазақстандағы бүкіл діни кітаптарды сүзгіден өткізу керек. Оны біз білмейміз. Әбу Ханифа мазхабының имамдарының 80%-ның кітаптарында мүмкін педофилияны насихаттаған көптеген хадистер бар. Бұл қоғамға үлкен қауіп. Қазір көріңіздер, сосын ары қарай жалғастырамын. وإن كانت المرأة لا تحيض من الصغر أو كبر فأراد أن يطلقها لسنة طلقها واحدة فإذا مضى شهر طلقها أخرى فإذا مضى شهر آخر طلقها أخرى. Егер де талақ беретін әйелі хайыз көрмейтін жасы кішкентай болса да, әлі хайыз көру жасына келмеген болса да, немесе хайыз көрмейтіндей үлкен жаста, яғни хайыз көру мерзімі аяқталған әйел болса, сондай әйелді талақ беруді қалайтын болса, яғни сүннет бойынша талақ беруді қалайтын болса, оған бір талақ береді. Яғни ода хайыз келмеген екен, қалай анықтайды, таза күндерін. Сол үшін талақ береді, одан кейін бір ай күтеді. Bir aydan кейін екінші талағын береді, тағы бір айдан кейін үшінші талағын береді. ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها. Бұндай әйелдерде қосылу мен талағының арасын бөлмесе де болады. Мысалы, қосылып, содан кейін талақ берсе де болады. Яғни арасын وطئها وطلاقها بزمان, яғни заманмен бөлуі шарт емес. Себебі не үшін? Бәрібір бұл әйелдер хайыз көрмейді, хайыз көрмегеннен кейін жүкті болып қалу деген күмән болмайды. Сол үшін қосылып болғаннан кейін талақ беруге жарайды. Міне өздеріңіз көрдіңіздер, ашық түрде мына әйел, қатын педофилияны медресенің кішкентай бүлдіршіндеріне насихаттап отыр. Нағыз гендерлік саясат біздің қазақ даласында болған. Қазіргі Европада болмаған, гендерлік теңдік деген біздің даламызда болған. Өйткені бізде қазақтар жалпы көшпенділер, осы күнге шейін бізде Шығыс Қазақстан, Моңғолия, Қытай қазақтар сақтап отыр. Енді басқа облыстарды білмеймін. Бізде 6 қыз болса 6 балам бар дейді. Ол 15 жастан асқаннан кейін барып, осындай қызым, осындай ұлым деп айтады да.
оған дейін балам дейді. Осы күнге шейін, дәл осы күнге шейін сіз Моңғолия, Қытай қазақтарына барып, кішкентай қыз бала ойнап жүрсе, қызың неше жаста десе, жағаңнан алады. Сен қайда қыз көріп тұрсың дейді. Бала дейді. Өйткені 15 жасқа дейін ол бала. Енді сондай балаларға ашық түрде медреселерде педофилияны насихаттап жатқан болса, бұлар мемлекеттің заңдарына түкіргеніміз бар деп, шын айту керек, жихад жаралап тұр деп есептеймін. Мұндай педофил мұғалімдерді дереу тоқтатып, педофилдік имамдардың, Мұхтасар Әл-Кудери секілді педофил имамдардың кітаптарының бәрін Қазақстанда оқуға, сабақ беруге тыйым салу керек. Өзі байқасаңыз, бұл Мұхтасар Әл-Кудериді біздің имамдар ұлы имам дейді. Егер педофил имамды ұлы имам десе, онда Қазақстанда ашық діни медреселерде педофилияны насихаттауды бұлар табанды түрде қолға алды деп айтуымызға болады. Сондықтан таратыңыздар, айтыңыздар, бұл туралы өздеріңіздің орталарыңызда таратып, жалпы осы туралы әңгіме қозғаңыздар. Мешіттерде де бұл тақырыпты қозғаңыздар. Өйткені педофилияны насихаттаған имамдарды қазақ жерінде атын айтуға тыйым салу керек. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Бұйыртса біз сотқа береміз, фондтың атынан, қордың атынан. Бірақ жаңа жылдан кейін беретін шығармыз, өйткені жаңа жылға дейін көптеген істер қаралмай кейінге шегінуі мүмкін. Аман болыңыздар.